Стамбулдың әдемі кештерінің бірінде сәнді мейрамханада қос ғашық бірге кешкі ас ішіп отырған еді. Олардың бір-бірін шын сүйетініне қарабақ көз жеткізуге болатын. Кенет Хайдар Али сүйіктісіне күтпеген жерден тосынсый жасап, қалтасынан жүзік шығарып, Джейланға ұсыныс жасайды. Қыз да мұндай ұсынысты қуана қабылдап, сүйгенімен бірге болуға келіседі. Алайда дәл осы бақытты сәттен кейін біздің мафиялық оқиғаның ең қауіпті кезеңі басталады. Хайдар Али Джейланға уақытша айырылысуға тура келетінін айтып, шетелге кетуін сұрайды. Ол сүйіктісіне, сен қазір кел. Мен артынша бір істі аяқтап, саған барамын дейді. Джейлан бұл сөзге аң-таң болып, не болып жатқанын түсінбейді. Бірақ амалсыздан көзіне жас алып, сүйгенінен алыстап кете барады. Ал Хайдар Али сүйіктісін шығарып салған соң, жаңа ғана жүзік алған костюмінің ішінен тапаншасын алып шығады. Оның бұл жерге жай ғана кешкі ас ішу үшін келмегені анық еді. Ол бір адамды көздеп тұрған болатын. Көп ұзамай Хайдар Али мейрамхананың дәл ортасында атыс ұйымдастырып, қарсыластарына оқ жаудырады. Қимылы да, көздеген нысанасы да аса дәл. Бірнеше секундтың ішінде мейрамхана астан-кестен болып, 12 адам қаза тауып, 6 адам жараланады. Алайда дәл осы сәтте мейрамханаға Джейлан қайта кіріп қалады. Атыс кезінде оның аяғына оқ тиіп, жарақат алады. Хайдар Али бірден Джейланға қарай ұмтылып, оның жағдайына алаңдап қалады. Сол себепті артынан жақындап келе жатқан адамды байқамайды. Ал Джейлан не болып жатқанын өзі де толық түсінбестен, жанындағы тапаншаны алып, артынан келген адамға оқ атып, оны өлтіреді. Осы уақытта белгісіз бір мекемеде бір әйел мейрамханада болған қанды қырғынға қатысты суреттерді алдырады. Көп ұзамай ол бастығына кіріп, болған жағдайды баяндайды. Хайдар Али Аслан 12 адамды өлтіріп, 6 адамды жаралаған. Бұл хабардан кейін олардың екеуі де Хайдар Алидің бұл жолы тірі қалмайтынын ойлаған болуы керек. Сондықтан онымен сөйлесуге асығыс жолға шығады. Бірақ дәл сол кезде басқа жерде тағы бір маңызды оқиға болып жатады. Бір адам асығыс түрде Бозоның жанына келіп, оның туған көкесін біреудің өлтіріп кеткенін хабарлайды. Ал көп ұзамай бәрі белгілі болады. Джейлан мен Хайдар Алиді полиция ұстап алған екен. Екеуі де бөлімшеде жабырқаулы күйде болған оқиғадан кейінгі абыржумен отырды. Сол кезде олардың алдына Йылмаз келеді. Ол Хайдар Алиге күтпеген ұсыныс жасайды. Сен маған қызмет етесің. Мен Джейланды дәл қазір босатамын. Ал сен 3 жылдан кейін ғана бостандыққа шығасың. Хайдар Али ұзақ ойланады. Бірақ сүйіктісін құтқарудың басқа жолы жоқ екенін түсініп, бұл ұсынысты қабылдауға мәжбүр болады. Ең қызығы, Йылмаз оның қандай қызмет атқаратынын мүлде айтпайды. Ал көп ұзамай Хайдар Алиді әдейі Бозоның бөлімшесіне жібереді. Бұл Хайдар Али үшін аса қауіпті тапсырма. Себебі Бозо бүкіл Түркияны өз ықпалында ұстап отырған мафия басшысы. Ал Хайдар Али оның туған көкесін өлтірген адам. Бұл миссия Хайдар Алидің өміріндегі ең қауіпті сынаққа айналма.